Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында донер жасауды көрсетемін. Ең алдымен біз қиярды ұзынша қылып турап аламыз. Дәл осылай қызанақты турап аламыз. Картопты да осылай соломка қылып турап аламыз да, алдын ала қызып тұрған сковородкадағы майға қуырып аламыз. 3-4 минуттай қуырамыз қызарғанша. Қуырылғаннан кейін оны жеке тарелкаға салып суытып аламыз. Енді біз фаршты үгітілген сиыр етін қуырып, жақсылап қуырып аламыз. Оған тұз саламыз және қара бұрыш салып, жақсылап араластырып, әбден қуырылғанша дейін қақпақ жауып қоямыз. Енді біз донерді жинаймыз. Ең алдымен қиярды саламын. Одан кейін оның үстіне қызанақты саламын. Оның үстіне қуырылған картопты, яғни фриді саламын. Келесі фаршымызды саламыз. Енді майонез және кетчупты салып, жақсылап донерімізді жинаймыз. Лаваштың екі жағын бірінші бүгіп аламыз. Енді оны нығыздап тұрып, орап шығамыз. Алдын ала қызып тұрған сковородкаға салып, оны жақсылап екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Екінші жағына жақсылап аударамыз. Міне біздің лавашымыз осылай жақсылап қызарып, қуырылып қалды. Міне достар, біздің донеріміз дайын. Донердің дәмі өте керемет және өте дәмді және оп-оңай дайындалады. Түскі асқа, кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.